Әділеттілік. Бір шаруа тынымсыз жұмыс істеп, үй сатып алу үшін қаражат жинайды. Ақырында ауылдың шетінен үй сатып алады. Ауласынан өзіне жаңа құдық қазуды ұйғарады. Құдық қазып жатқан кезде алтын толы қош құмыраға тап болады. Бұл алтынды алуым әділетсіздік болады, деп ойлайды ол. Үйді сатқан бұрынғы иесіне беруім керек. Мен оған жердің үстіндегі тұрған үй үшін ғана ақша төледім. Ал жердің астында жасырынып жатқан нәрсе үшін ақша төлегенім жоқ қой. Сөйтіп шаруа алтын толы құмыраны үйдің бұрынғы иесіне алып келеді. Сенің маған сатқан жеріңнен құдық қазып жатқанда тауып алдым. Алтынды сен алуың керек. Сонда әділеттілік болады. Мен саған жердің үстінде тұрған үй үшін ғана ақша төледім. Ал жердің астында жасырынып жатқан алтын үшін ақша төлеген жоқпын ғой, дейді ол. Ала алмаймын, дейді үйдің бұрынғы иесі. Бұл әділетсіздік. Мен саған үйімді жермен қоса саттым. Демек, бәрі сенікі. Бұл алтынды мен тығып қойған жоқпын ғой. Ол менікі емес. Өзің ал. Мен мұны сатып алған жоқпын. Ала алмаймын, дейді шаруа. Екеуі де алтынды алғысы келмейді. Ақылыңды айт деп кемеңгер ақсақалға келеді. Ақсақал, алтын ақшаны екеуін тең бөліп алыңдар, дейді. Бірақ олар тағы да ешқайсысы алтынды алғысы келмейді. Сөйтіп тұрып өздері ұрсып қалады. Сол кезде ақсақал былай дейді. Сендердің балаларым бар ма? Менің ұлым бар, дейді біреуі. Менің қызым бар, дейді екіншісі. Оларды үйлендіріңдер, дейді ақсақал. Алтын ақшаның бәрін соларға беріңдер. Дауласушылар сол жерде татуласады. Ақсақалдың ақылымен келіседі. Екеуі де бұл әділетті болады деп шешеді. Балалары да бір-бірін ұнатады. Олар үйленіп, мол қазынаға бөленеді.